Сәлем балалар, 4-ші сынып әдебиеттік оқу 33-ші сабақ кітабы асыл қазына тақырыбы. Бүгінгі сабақтан шығарманың оқиғасын болжап, оқиғаның маңызды тұстарын талдайтын боласың. Бірінші тапсырма: біліміңді қолдан. Өзің оқып жүрген кітаптан немесе әдебиеттік оқу пәнінен таныс бір мәтіннің оқиғасының кейіпкерлерін жұмбақтап сұрап көр. Өз үйіңдегі кітапханада қандай кітаптар бар? Мысалы, автордың қолтаңбасы бар. Ол туралы не білетініңді ортаға салып көр. Балалар, Олжас Сүлейменов 1936 жылы Алматы қаласында дүниеге келген ақын. Олжас Сүлейменов шығармаларын орыс тілінде жазады. Оның көптеген өлеңі қазақ тіліне аударылған. Ақынның «Қыш кітап», «Арғымақтар атамекен» тағы да басқа кітаптары бар. Түсініп оқы. Ертегі. Есіңде ме беймаза ана, менің тұңғыш ертегім. Ят болды-ау сол бір жылы күзге қалып тентегің. Десе керек мектеп саған, жөндеп үйрет мықтыны. Сен бір кітап алып келдің, сол есіңнен шықты ма? Содан кейін мені бағып, 3-4 сағат тырп етпей, бірдеңені тіккен болып, қойдың ұзап, бір кетпей. Дос балалар тау ішінде жүрді ол кезде демалып. Сенің ұлың ертегі оқып, отырды үйде қамалып. Аттай 3 күн күзеттің-ау, қайыспадың болаттай. Секең деген жас қыздарды қойдың жақын жолатпай. Күлкісі ортақ құрбыларын тез ұмытып аңғалың. Оқи берді батырларға есі кетіп таң қалып. Жер тарпыған тайбұрылда, қыран қанат пырақта. Еліктіріп алып кетті мен алысқа жыраққа. Содан қайтып оралмадым, оралғам жоқ әлі де. 3-4 сағат селт етпедім, неге керек обалым. Содан кейін атып тұрып, атып шығып далаға ойнап кеттім. Тойлап кеттім. Бала деген бала да, батыр болып шыға келдім. Менен де көп жау қашты, ағаш қылыш қолым алып. Көрші ауламен шайқастым. Шіңкіл деген даусыммен ұрандадым 100 дүркін. Әлсіздерге тиіспедім, аман қалды қызғырғын. Ал сен болсаң қажып шаршап жүрдің үйде жабыға. Мен ойыннан келе сала тағы оқыдым, тағы да. Түсіме еніп майдан даңқ, сүлік қара сәйгүлік. Армандадым, қиялдадым, жетемін деп қай күні. Содан тағы ерте тұрып, тағы оқуға кірістім. Ақырында оқы демей, оқыма деп ұрыстың. Болжа, анасы неліктен баласын кітап оқыма дейді? Әрі қарай қалай жалғасады деп ойлайсың? Жаман бала жайында оқып бітпеп педің? Не мынау? Тауға барып ауа жұтсаң қайтер еді жаным-ау? Көп оқыған жоқпын апа, бар болғаны бірақ бет. Тағы біраз оқиыншы, ұрқсат па, рақмет. Ара жайлы әдемі жыр екен, бітіп қалсын да. Дегенімде жыламсырап шықса керек даусым да. Сөйтіп жүріп бір жыл өтті, жырсыз қалай шыдармын. Көрпе астында бұғып жатып, оқитынды шығардым. Ол бір ғажап кез еді ғой, ғажайып. Жылаушы едің, көздің майы кетеді деп азайып. Ұрсушы едің, соқыр болып қаласың деп ашынып. Қайран ана, кітаптан сол көзім қайта ашылды. Мәтіннің авторы
Олжас Сүлейменов. Аударған Қадыр Мырзали. Мәтіндегі күзге қалу сөзі үлгерімнің нашарлығына байланысты келесі сыныпқа көшіру үшін күзде қайта емтихан тапсыру дегенді білдіреді. Беймаза деген мазасыз, тынышсыз деген мағынаны білдіріп тұр. Ал енді мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бала өз басынан өткен қандай оқиғаны есіне алды? Әңгімелеп бер. Бала өзінің мектеп уақытында үлгерімі нашарлығына байланысты күздік емтиханға қалып, ол емтиханды тапсыру үшін үйінде отырып кітап оқып дайындалғаны есіне түсірді. 4-ші тапсырма. Оқыған кітаптары оны қандай жақсы қасиеттерге баулыды? Оқыған кітаптары баланы кітап құмарлыққа, кітап оқуға деген қызығушылығын оятты. Пікіріңді айт. 5-ші тапсырма. Анасының баласына қатал болғаны дұрыс па? Иә, балалар. Мұндай жағдайда, егер бала көп жағдайда ата-ананы тыңдамайтын болса, зиянды әдеттер мен жаман қасиеттерге ие бола бастаса, анасының қатал болғаны дұрыс болады. 6-ші тапсырма. Кітап оқып, жыр тыңдауға құмар бала туралы оқығаныңды есіңе түсір. Кітап оқып, жыр тыңдауға, әжесінің әңгімелерін тыңдауға құмар болған бала Абай Құнанбаев болатын. Сөйлесейік. 7-ші тапсырма. Кітапханада қандай кітаптар болғанын қалайсың? Кітапханада ертегі және энциклопедиялық анықтамалы кітаптар болғанын қалаймын. Қорытындыла. 8-ші тапсырма. Кесте бойынша сұрақтарға жауап бер. Биыл неше кітап оқыдың? Осы жылдыққа мен 2 кітап оқыдым. Оны қайдан алдың? Оны кітапханадан алдым. Сыныпта кім кітапты көп оқиды деп ойлайсың? Менің ойымша сыныпта Арсен кітапты көп оқиды. Көп оқыған көп біледі деген рас па? Неліктен? Иә, көп оқыған көп біледі. Өйткені кітап білім бұлағы. Көп дүние кітапта жазылады, ал оны оқыған адам көп білетіні сөзсіз. Өзің оқып жүрген кітапты жарнамалауға, кітаптың қызық жерінен сыныпта үзінді оқуға дайындал. Балалар, мен қазір 5-ші 5 ертегі кітабын оқып шықтым. Маған мұндағы ертегілердің түрлілігі қатты ұнады. Әр ертегі өзіне сай қиял ғажайыптылығымен ерекшеленіп, оқыған адамды өзіне баурап алары сөзсіз. Сендерге де 5 ертегі атты кітаптарды оқуға кеңес беремін. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.